Жапониядағы наука Жапон кітапханасына келдік. Ары қарай осы жерден де проектіге байланысты кітаптар қарайтын боламыз. Тарихи ескі кітаптар сататын дүкенге келдік. Кешкі 6, далада жаңбыр құйып тұр. Архивтің кітаптары секілді ескі 19-18 ғасырдың кітаптары кездеседі екен. Жақсы кітап таптық. Орта Азия туралы. Бұл кітапханаға кірген сапарымыз енді сәтті болды, Құдайға шүкір. 26 наурыз күні Токио қаласындағы Шалон кітап дүкені деген дүкеніне сатып алған кітабымды бүгін үйімізге жеткен соң асықпай ашайық деп отырмын. Кітап бүгін ашып отырмыз. Міне көз алдарыңызда өте ескі байырғы кітап. Бұл кітап Орта Азия халықтарына, Орта Азиядағы түркі халықтарына зерттеу негізінде жазылған кітап екен. Бұл кітап карталарда бар, өздеріңіз көріп отырғандай 1940 жылы баспадан шыққан екен. Бұл кітапты мен тым қымбат бағаға сатып алдым, бірақ соған тұрарлық кітап.